Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қазы жасайтын боламын. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін қараңыздар. Барлық заттар тізімін описание бөліміне жазатын боламын. Ең алдымен бізге жылқының еті қажет. Одан кейін шек қажет, тұз, қара бұрыш және чеснок керек болады. Ең алдымен еттеріміздің барлығын ұзыншалап, турап дайындап аламыз. Одан кейін бір күн алдын тұз сеп қойғанбыз, тағы да үстіне тұз септік. Тұздап болғаннан кейін майдалап туралған чесногымызды, қара бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Одан кейін дайын болған еттерімізді жақсылап жуып, дайын болған шектің бас жағын байлап, одан кейін нығыздап сала береміз. Маған тіркелмесеңіз, подписаться батырмасын басып, лайктарыңызды басып, тіркеліп қойыңыздар. Комментарий бөліміне өзіңіздің пікіріңізді жаза кетіңіз. Мінекей бәрін нығыздап саламыз, маймен етті араластырып, ауа қалмайтындай. Барлық еттеріміз салып болғаннан кейін екінші жағын жіппен байлаймыз. Мінекей біздің қазымыз осылай дайын болды. Кептіріп, морозилке салып жібересіздер. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар.